болса, өздеріңізбен алып, бүгін Құдайдың сөзімен бөлісейік. Құдайдың сөзі ол шындық. Осыдан 2 жыл бұрын Құдаймен ерекше жарылқады. Тайвань деген жер қай жерде білесіздер ме? Білесіздер ме қай жерде екен? Азияда. Мына бір Тынық мұхитының жағалауындағы бір арал екенді жаңа. Сол жерде мықты сенушілер бар екен. Сол жерде тіпті сенушілер емес, бір конференция болды да. Сол конференцияға қатысып, сонда бір Құдайдың жарылқанған, майланған бір адамы соған сөз берілді да. Содан ол кісі кафедраға шықты. Енді кем дегенде бір аудиторияда мен сіздерге айтайын, бір 5-6 мың адам отырды сол конференцияда. Бізде отырамыз, Құдайға шүкір. Біздің халқымыз да отырады. Сол үшін Құдайдың алдына біз келеміз. Сол бағышы халыққа қарап тұрды да жылады да, еңіреп, көңілі босап кетті. Содан кейін біз де жаңағы қарап тұрып, не болды екен дедік та, бекерден бекер болмайды. Шыға қалып бағушы жыласа, сондай сөзге сөз айта алмай, сондай бір көзінен жас шығып. Содан кейін біраздан кейін бар, тағы да талпынып көрді, қайтадан жылады. Содан кейін өзін өзі жиды да, содан кейін бүгін менің итім бұл дүниеден өтті, марқұм болды деді да жаңа. Итім марқұм болып кетті деді. Қайран барбосигім ай деді, жылап жіберді жаңа. Мен енді ана иттің аты шетелші, мен оны қазақша жаңа барбосын дегеннен шығам енді. Біз көбінесе барбосик дейміз ғой иттеріміз, Қайран барбосигім ай деді жаңағы. О, жатқан жерің жайлы болсын деп жылап жіберді. Сөйін біздің қазақтар бір түрде болып қалды да жаңа. Шын ғой, бір ой келеді жаңағы. Сіздерге де бір ой келді, әй байқайын. Бір ой келді, сұрамай-ақ қояйын. Сол маған да бір ой келді жаңағы. Бұнысы несі дедім да? Құдайдың адамы қаншама адам дүниеден өтіп жатыр. Енді бір барбосик дүниеден өткен екен. Не болды сонша деп жаңағы. Ондай барбосикті бізде көшеде басып та кетеді ғой, шоферлар деп қоямыз. Қандай жүрегіміз біздің қатал болып кеткен деймін да. Бір жағынан кейін мен сол осындай сіздер ойлаған сияқты ой үшін өкіндім. Өйткені ол өте бір майланған уағыз болды. Және бір ойлаймын, сол конференцияға қатысқан адамдарға ерекше жарылқау болды деп ойлаймын. Адамдардың жүрегі жібіп, әркім өзінің мысығын, итін ойлап жаңа. Жиналыстан кейін, менің итім осындай, менің итім сенуші деп жаңа, менің жаңа мысығым осындай деп. Сондай бір адамдардың жүрегі аңқұсқа беріліп кетті да. Енді біз әлі де біз ортамыздан өтіп жатқан қаншама қара көздеріміз кетіп жатыр, түрлі жағдайда. Кейін кезде адамдардың жүрегі сондай қатал болып кеткен сияқты да. Тіпті құлап жатқан адамға да. Енді бүгінгі тақырып осыған бір жаңа өтеді. Адам, өздеріңіз білесіздер, ерте ма, кеш па, осы дүниеден өтеді, Адам қай уақытта өтеді, біз оны білмейміз. Осы дүние жалған, осы жалғанмен бір сәт келеді, қоштасады адамдар. Оны қаласын, қаламасын, ол адамдарға келетін бір уақыт. Сонда көп адамдар ойлайды, адам өзі діншіл болғандықтан, анау дүниеден өткен адамның артынан дұға етіп жатады, жаны жанатқа барсын дейді. Біреулер жаңағы сондай бір сұрап жатады. Бірақ біздің жаратқан иеміз, Құдайымыз осы жалған дүниеде біздің сымнан,
жақсы өткенімізді қалайды, иә. Осы жалған дүние ол сын ғой. Және ол не үшін берілген сын? Осы жалған дүниеде біз Құдайдың шындығын тауып, Құдаймен татуласып, өмір жалғастыру үшін. Енді осы дүниеде адамдар түрлі жағдайда өтеді. Біреу шындықты қабылдайды, ал екіншісі оны жоқ, бұл менікі емес дейді. Өкінішті. Сондықтан көп жағдайда біз айтып жатамыз, адам бұл дүниеге еш нәрсе алып келмейді, және еш нәрсе алып кетпейді. Бұл жалған дүниеде. Бірақ бір өкініштісі, осы жалған дүниеден адамдар бір нәрсе алып келеді деген, білесіздер ме? Өзінің күнәсін арқалап алып өтіп келеді. Өмірдің мәні осы, біз күнәмізден арылып, Құдаймен татуласу емес пе? Қаншама адам, қаншама қара көздер осы дүниеден күнәсін арқалап өтіп отыр. Ал ол күнәсін арқалап өткендер баратын жері тозақ, басқа жол жоқ. Сондықтан бүгінгі тақырып ол Құдайдың куәлігі дейді. Құдай үлкен куәлік берді. Сосын ол не куәлік? Бүгін біз ойланайық осы тақырып бойынша. Сосын Жоханның 1 хаты 5 тарау 6 аяттан 12 аятқа дейін мен оқиын. Сіздер мұқият тыңдаңыздар. Иса Мәсіх бізге келгенде сумен шомылдыру рәсімінде жанын қиып, қанын төгілді де басынан өткізді. Ол келгенде тек сумен шомылдыру рәсімінен өтіп қана қойған жоқ, жанын қиып, қанын да төкті. Киелі рух бұған куә. Себебі киелі рух шындық. Сонымен көкте куә болатындар үшеу: Әке, сөз, киелі рух. Бұның мәні тек бір Құдай. Ал жерде рух, су және қан. Бұл үшеуінің айғақтығы бірдей. Енді осы аудармада, біздің қазақша аудармамыз әлі толық қалыптастырылған жоқ. Сіздер мүмкін киелі кітаптан қазір осы 7-8 аятты таба алмай қалуыңыз мүмкін. Сол үшін мен сіздерге осы 7-8 аятты орыс тілінде тағы бір қайталап оқиын, мәнін түсініп алу үшін. Ибо 3 свидетельствует о небе: Отец, Слово и Святой Дух. И сии 3 суть един. И 3 свидетельствует на земле: Дух, вода и кровь. И сии 3 об одном. Жаңағы мен қазақша аудармасында айтқанда. Енді ары қарай 9 аят. Адамдардың куәлігін қабылдап жүрміз. Ал Құдайдың куәлігі адамдардыкынан гөрі салмақтырақ. Сондықтан Құдайдың өзінің рухани ұлы жайында берген куәлігіне сенуге тиіспіз. Оның рухани ұлына сенген кісінің жүрегінде Құдайдың куәлігі жүреді. Ал Құдайға сенбеген кісі оны өтірікші етіп көрсетеді. Себебі ол Құдайдың өзінің рухани ұлы туралы берген куәлігіне сенбейді. Бұл куәліктің мәнісі мынандай: Құдай бізге мәңгілік өмір сыйлады. Осы өмір оның рухани ұлында. Құдайдың рухани ұлымен байланысы бар адам шынайы өмірге ие, ал онымен байланысы жоқ та шынайы өмірде жоқ. Біз 6 аятта Иса Мәсіх бізге келгенде сумен шомылдыру рәсімін және жанын қиып, қанын да төгілді, басынан өткізді. Өздеріңіз білесіздер, көктен келген құтқарушы Иса Мәсіх жерге келген кезде ол қызметті неден бастады? Жақияның алдына келіп, шомылдыру рәсімінен өтті, Сонда Жақия Исаға не деді? Алдымызда көктен келген билеуші және оның
кебісін беруге де мен жарамаймын. Сол сөзін айтып болмай тұрып, Иса оның алдына келді, Және Иса Жақияға шомылдыру рәсімінен Иорданда өткізуін сұрады. Сонда Жақия айтты ғой, жоқ, ем. Мен емес, сіз емес, сіз мені өткізуіңіз керек. Бірақ Иса не деді? Солай болсын деді. Сіздерге бір сұрақ қояйын. Қалай ойлайсыздар? Не үшін Иса шомылдыру рәсімінен? Не үшін? Иса солай болу керек деді. Құдайға шүкір. Енді бұл үлкен бір адамдар үшін, рухани дүние үшін бұл ерекше бір куәлік. Құдайдың куәлігінің көрінісі. Өйткені Иса Масихте күнә бар ма? Иса Масих пәк, күнәсіз. Өйткені ол Құдайдың сөзі. Адам болып келген Құдайдың сөзі. Біз мұқтажбыз Құдайдың сөзіне. Және пайғамбарлық сөз Иса Масихте орындалды. Құдайдың мәңгі бар сөзі өзімен бірге. Адам болып жер бетіне келді. Және Иса Масих шомылдыру рәсімінен ешқандай күнәнің жоқтық екенін сол болсын деп өткенің кезде не болды? Құдай көктен куәлік берді, Құдайдың киелі рухы, шындық, ол Исаға қонды көгершін бейнесінде, Одан кейін не болды тағы да? Көктен Құдай әке күркілеп тұрып, куәлік беріп адамдарға сөйледі. Бұл менің рухани ұлым, мен оған ризамын. Сүйікті рухани ұлым. Енді жаратқан иеміз барша адамзаттың күнәсі үшін жанын қиып, қанын төкті, Бірақ осыған осы дүниеде көптеген адамдар осы куәлікті Құдайдың адамзат істеген құтқару жолын қабылдайды, көп адамдар қабылдамайды. Содан кейін біз адамзат жалпы діншілміз, Жер бетінде қаншама діндер бар. Және сол діндерді қарап отырсаңдар, бәрі жұмаққа барғысы келеді. Бәрі жұмаққа барғысы келеді. Кейде қарап отырсам, жұмақ бір жеңіл сияқты да. Кейде дүниеден өтіп кеткен адамның сыртынан дұға етіп сұрап жатады, осы жұмаққа барсын. Тіпті кейбір пайғамбарлардың артынан адамдар дұға етіп сұрап жатады, сол қарылсын деп. Бірақ Құдай адам дүниеден өтіп кетпей тұрған кезде осы куәлікті берді Иса Масих арқылы. Бұған киелі рух куә, және ол шындық. Сонымен мына 7-ші аятта былай дейді: сонымен көкте куә болатындар үшеу. Енді қараңыздар, осы Иса Масихты жаратқан не, менің құтқарушым деп тәубе етіп, рухани өмірі өзгеріп, сондай бір мәңгілік өмірге ие болып, біздер де осы дүниеден өтеміз, Сонда біз осы дүниеден өткен кезде бізге кім куәлік береді? Білесіздер ма? Өлімнен қорықпау керек. Ит те өтеді, мысық та өтеді. Жаңағы кейбір мысығын жақсы көретін адамдар жылауы да мүмкін, Бірақ ең қымбаттысы адамдар осы дүниеден мәңгілік өмір алып, және Құдайдың алдына барған кезде Құдайдың куәлігі соның өмірінде болғанын қалаймыз. Сонда киелі кітап айтады, көкте сіздер үшін 3 куә болатындар бар дейді. Ол кім? Әке. Құдай әке. Иса и сөз. Және киелі рух дейді. Енді осы жерде үлкен бір теологияны айтуға болады, бірақ біз теологияны басқа сабақтарда айтайық, Өйткені әке ол киелі рух, ол бір Құдай. Өйткені Құдай адамды рухани жағынан өзіне ұқсас етіп жаратқандықтан, осы әке ол киелі рух. Әке сөз, киелі рух, оны қалай түсінуіміз керек? Өзімізге қарасақ та түсінеміз, Біздің тәніміз бар, біздің жанымыз бар, біздің рухымыз бар. Сондықтан біз адамбыз. Егер жанымыз жоқ болса, ол адам емес, ол труп, өлімтік дейді. Ал енді біздің жанымыз, рухымыз болғаннан кейін біз тіріміз. Енді осы дүниеден өтетін адам үшін
жерде де куәлік бар. Ол қандай куәлік дейді? Киелі кітап айтады. Жерде рух, су және қан. Бұл үшеуінде айғақтығы бір. Біз адамдардың куәлігін қабылдап жүрміз, діни адамдардың куәлігі өте көп. Жаңағы әрбір дін түсінік береді. Құдай осындай. Құдайдың сендерге деген куәлігі мынандай. Кейбір адамдар жаңағы, кейбір діндегі адамдар бүгін адам болса, ертең құсқа айналамыз деп соғады. Кейбір адамдар жаңағы көп жақсылықтар жасасаң, жаңағы көп парыздарды, заңдарды орындасаң, мүмкін қыл көпірден өтуің мүмкін дейді. Мүмкін дейді да, гарантия жоқ. Сол үшін есептеп жүреді. Ал енді шынайы киелі рухтың куәлігі болған, Құдайдың куәлігі болған біздер үшін мен ойлаймын, қандай ғажап. Құдайым осы біздің елімізге, халқымызға, жерімізге Құдайым сенің куәлігің ашылсыншы, оның жүрегіне қонсыншы. Және мәңгі бар Құдай, олар осы дүниеден өліп, осы жалғаннан өтіп, мәңгілікке өткен кезде Құдай сен өзің оларды қарсы алшы. Сонда әке ол киелі рухтың кім екенін олар өз көзімен көреді. Білесіздер ме? Бұл өте ғажап. Және керемет куәлікті ол уже гарантия, мәңгілік. Біз және осы жерде Құдай бізге осыған шақырады. Сендердің керемет Құдайдың куәлігі бар. Өйткені әке ол сендерді көрді. Және біз жерде қандай куәлікпен өттік? Енді жердегі біздің өзіміздің куәлігімізді біз көп жағдайда ұмытып кетеміз. Оны Құдай біледі. Және осы сөз біздің жүрегімізге бүгін жігер болсын. Жерде рух және су, қан дейді. Біз тәубе еттік. Құдайдың шындығы бізге ашылған кезде бәріміз де тәубе еттік. Күнәһар екенімізді мойындадық. Және Құдайдың киелі рухы біздің осы алғашқы күнәһарлық дұғамызды қабыл алып, Исаның төгілген қаны арқылы бізді кешірді. Және киелі рух біздің өліп қалған рухымызды, Еден бағындағы рухымыз тірілтіп алды. Және біз сәби, балалық, жігіттік шақты өсіп, рухани өсе бастадық. Өмірімізде рух бізге куәлік беріп жатыр. Біздің рухымыз тірілді. Және біз рухымыз тіріліп, Құдайдың сөзін түсініп, Құдайдың шындығын түсініп, о жаратқан ием деп қуанып жүрген кезде бір шешім қабылдауымызға тура келді. Енді мен күнә үшін жоқпын. Тек Құдай үшін мен саған бармын деп. Біз осы түсінікке келіп, және шешімді қабылдадық. Сонда сіздер шомылдыру рәсімінен өттіңіздер. Шомылдыру рәсімінен қай уақытта өттіңіздер? Тәубе еткенге дейін ба, жоқ еткеннен кейін ба? Мен ешқандай сен үшін көрген жоқпын тәубе етпей шомылдыру рәсімі өткен. Өйткені ол түсінбейді. Егер тәубе етіп, рухы жаңаланбаса, рухы көктен туылмаса, ол түсіне алмайды. Рух оны алып келіп отыр. Киелі рух оның рухы арқылы оны шомылдыру рәсіміне алып келіп отыр. Сонда ол не деп жариялады? Мен сенемін. Иса менің құтқарушым. Және мен күнә үшін өлімін. Құдай, мен сен үшін бармын деп. Сіз өліп, күнә үшін тірілгеннің көрінісін осы рухани дүниеде жарияладыңыз. Рухани дүние оны көрді. Және көп сенушілер осыны ұмытып кетеді. Оның рухының тірілген. Және оның осы рухани дүниедегі шомылдыру рәсімінен өтіп, күнә үшін ол жоқ екен, өлі екен. Ал ол Құдай үшін тірі екен, ол мәңгілік өмір бар екен жариялады. Және осыны ұмытпаңыздар. Кейбір жағдайда сенушілер ұмытып кеткенде олар не істейді? Бұлай қарасаң, күнә қызықтырады. Сол кезде кейбір сенушілер өліп тіріліп алады, көздері жылтыңдап кетеді. Күнәға қызығып кетеді жаңа. Сол үшін осы су рәсімін ұмытпаңыздар. Сіз жарияладыңыз рухани, мен күнә үшін өлімін. Соны жариялаңыздар, шын мәнісінде күнә өлсін. Күнә сіздің өміріңізге еш қатысы болмасын. Сіздің мәңгілік өміріңіз бар. Және осы жерде қан бізге куәлік етеді.
Құдай оны көрді. Осының бәрін біздің рухымыздың тірілген көктегі Құдай, және көктегі Құдай әке, ол киелі рух, ол сіздің шомылдыру рәсімнен өткенін көрді. Осы куәліктің сіздің жүрегіңізде болып жатқан. Және шын мәнісінде сіз жаратқан иеміздің төгілген қанымен ақталдыңыз. Жер бетінде басқа еш нәрсе ақтай алмайды. Құдайым осы біздің халқымызға ашылса екен деп мен дұға етіп сұраймын. Құдайым, саған рахмет. Біз сияқты пенделеріңізге осыны ашқанына. Бұрын біздің өмірімізде болды, біз малдың қаныменен түрлі мерекелер, құрбандықтар жариялап, жаңағы осы күнәміз ақталады деп қаншама малдар сойылып, миллиондаған мал сойсаңыздар да сіздің күнәңіз одан ақталмайды. Өйткені Құдайдың куәлігі бар. Құдай өзі шешті. Иса Масихтың төгілген қаны өткенде де, қазірде де, болашақтағы адамдарға түгел жеткілікті. Сондықтан бізге жерде осы Иса Масихтың төгілген қаны, біздің күнәларымыздың ақталғаны, біздің мәңгілік өміріміз бар екен, осы куәлік етеді. Бұл Құдайдан берілген куәлік. 10-шы аятта айтады, оның рухани ұлына сенген кісінің жүрегінде Құдайдың куәлігі жүреді. Міне осы куәлік біздің өмірімізде болсын, қымбатты бауырлар. Және осы куәлік бізді жігерлендірсін. Кейбір жағдайда өмірлеріңізге қиын сәт келген кезде қандай ойлар келеді? Сіздерге жаман ойлар келеді, шайтан күмән береді. Сен оңбағансың. Сен күнәларың кешірілмеген. Сен әлі толықтай ақталған жоқсың. Сонан кейін кері заңға қарай сүйрелегісі келеді. Кейбір сенушілер сеніп қалады. Бірақ осы сөзге біз сеніміз керек пе? Сондай келетін ойларға біз сеніміз керек пе? Бізге Құдай куәлік беріп тұр, және біздің тірілген рухымыз бізге куә. Өйткені біздің тірі рух ол Құдайды түсіне алады, Құдайдың сөзін, Құдайдың шындығын. Біз киелі рух арқылы біз қабылдамаса басқа қабылдай алмаймыз. Сол үшін біздің шомылған, біз күнә үшін өлі екеніміз, ол күнә біз үшін өткен шақ. Кетті ол. Біз Құдай үшін тұр. Қан бізді ақтап алды. Мен ойлаймын, қаншалықты Құдай бізді ақтау жолынан өткізді. Қандай керемет дейді. Осыны ұмытпаңыздар. Сол үшін сіздердің киелі кітап бойынша, киелі кітап айтады, Құдайға сенген кісі, оның жүрегінде Құдайдың куәлігі бар. Ал Құдайға сенбеген адам, Исаға сенбеген адам, өйткені Құдайдың куәлігіне сенбейді. Сол үшін 11-ші аят осыны естеріңізде сақтап алыңыздар. Куәліктің мәнісі мынандай, бұл Құдайдың куәлігі. Бізге мәңгілік өмір сыйлап, осы өмір рухани ұлында, Құдайдың рухани ұлымен байланысы бар адам шынайы өмірге ие, ал онымен байланысы жоқ та шынайы өмірге жоқ. Қорытындылай келе, 1-ші Коринтықтар 1:18-де не дейді? Иса Масихтың ақыштағы құрбандығы туралы ізгі хабарды тозаққа кететіндер ақымақтық деп есептейді. Ал құтқарылатын біздер үшін осында Құдайдың құдіреті жатыр. Және Жохан 3:36-та бұлай дейді: Құдайдың рухани ұлына сенушілер мәңгілік өмірге ие, ал оны танымағандар шынайы өмірді көрмей, Құдайдың төніп тұрған қаһарына ұшырайды. Өйткені осы Құдайдың куәлігін қабылдамаған адамдар, және Құдайдың сөзін тыңдамаған адамдар, олар осы дүниеден өткенде оларға куәлік жоқ. Мен сендерді танымайын дейді. Қандай өкінішті. Ал енді сенушілер үшін де мен сіздерді жігерлендіргім келеді. Сіздердің мәңгілік өмірлеріңіз бар. Құдай сізді біледі. Сіздердің көкте де жерде де керемет куәлік бар. Бірақ мен сіздерді шақырамын, әрқашанда Исамен байланыстарыңыз болсын. Бір дінмен емес,
тағы басқа нәрселер емес, тек Исамен тығыз байланыстарыңыз болсын. Мына жүзім бұтасы туралы Иса айтқан кезде не деді? Әкем ол жүзім бағушы, өсіруші. Мен жүзім бұтасымын. Сендер менің сабақтарымсыңдар. Кім көп жеміс береді, ол жүзім бұтасымен байланысы бар. Ал кім байланысы жоқ, ол жеміс бермейді, және әкем оны кесіп тастайды дейді. Және отқа жағылады дейді. Сол үшін қымбатты бауырластар, біз әрқашанда Иса иемізбен қалай байланыста бола аламыз? Иса иемізбен біз байланыста бола аламыз. Қай уақытта біз жүрегімізге дұға етіп, Құдайды шақырғанда өмірімізге. Қай уақытта біз киелі кітапты оқып, киелі рухтың ашықтығын жүрегімізге сұраған кезде. Және қай уақытта біз Құдайдың өсиетін, Құдайдың сөзін құрметтеген кезде. Сол үшін кейбір жағдайда адамдар ойлауы мүмкін. Заң ол заң, рақымдылық ол рақымдылық. Сол үшін кейбір жағдайда Құдайдың өсиеттерін заң деп қарайды. Ол Құдайдың аманаты, Құдайдың шындығы. Сол үшін қымбатты бауырластар, сіздердің өмірлеріңізде Құдайдың қуанышы болсын. Құдайдың сіздерге деген осындай көкте де, жерде де керемет куәлігі бар. Сол үшін сіздердің мәңгілік өмірлеріңіз бар. Және әрқашанда өмірлеріңізге келетін сындарды сіз жеңе аласыздар. Сол үшін қазір Құдайымыздан бата сұрайық, орнымыздан тұрып мінәжат етейік, және бүгін осы үлкен бір қызметке қатысайық бәріміз.